Сәлеметсіздер ме, балалар? Мен Сахипова Бахыт Калымқұловна, Шарбақты аграрлық техникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысымын. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Масғұт поэмасы. Сабақтың мақсаты: поэманың тақырыбы идеялы көркемдік маңызы, поэмадағы шығыстық сарындар, ақынның шығармасына арқау еткен адамгершілік идеясы, поэманың тәрбиелік мәнін ұғындыру. Абайды оқуды одан әрі жаңартып, білімін толықтырып, ізденушілікке, зерттеушілікке ықпал жасау, бағыт беру, бір-біріне түсіндіру арқылы ұжымдық шығармашылық жұмыс жүргізуге білуге жетелеу. Ұлы ақынның еңбектерін оқи отырып, елін сүюге, адамгершілік, адалдық, ізгілікке, ғылым білімді меңгерген көкірегі таза азамат болуға тәрбиелеу. Абайдан қалған 3 поэма бар. Олар Масғұт Ескендір әзім әңгімесі. Соңғысы аяқталмаған. Бұлардың бәрі ақынның бұрынғы шығармаларындай қазақ өмірінің шындығын суреттеуге құрылмаған, шығыс халықтарының аңыз тән ертегілеріне, сюжетіне, дастан үлгісіне жазылған. Поэма ағылшын, әзербайжан, араб, қарақалпақ, қырғыз, қытай, латын, орыс, өзбек, татар, ұйғыр тілдеріне аударылған. Поэманың бас кейіпкері Масғұт атты ақыл-парасаты мол жігіт. Ақын Масғұттың адамгершілігін көпке үлгі етеді. Сонымен бірге ер мен әйел теңдігі жөнінде сөз қозғайды. Масғұт өз заманында оқыған білімді жан болды. Шығарма Масғұттың ұры қолынан зардап шеккен шалды құтқарып қалуынан басталады. Поэма желісі Масғұттың ұрылар тонап жатқан қарияны арашалап қалуынан басталады. Оған алғыс білдірген қариядан базардық алуға барған Масғұтқа 3 түрлі жеміс ұсынылады. Қария жемістердің 3 түрлі қасиеті барын айтады. Ағын жесең, ақылың жанынан асар, сарын жесең, дәулетің судай тасар. Егер қызыл жеміс алып жесең, ұрғашыда жан болмас, сенің қашар, дейді шал. Масғұт ақылды да, байлықты да таңдамайды. Күндердің бір күні Масғұт уәзір атанған шағында түсінде қыдырата кіріп, пәле күні жауын жауады. 7 күнге ұласатын сол жауын суынан кесапат келер. Алдын алып қамын жаса шырағым деп аян береді. Айтқанында көп ұзамай жауын жауып, әр тамшысы тиген өзен көлді лайлап жатты. Халық әбігерге түседі. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ деген хакім Абайдың сөзіне бұл поэма дәлме-дәл дәйекті ғибрат мысал болады. Қазақ халқының мақтанышы Абай Құнанбайұлының ақындығы түпсіз терең мұхитпен теңдесек қателеспейтін болар едік. Ғажайып суреткер, нәзік лирик, көркемсөз шебер, ең алдымен ойшыл ақынның шығармалары мәңгілік ізбен бірге. Сабақ бойынша тапсырмалар орындайық. Инсерт әдісі бойынша. Мына торларды толтыру керек болады. Масғұттың әрбір кейіпкерлердің мінездемесін, сипаттамасын толтыру керек. Масғұт, Қыдырата, ұры. Үйге тапсырма. Масғұт поэмасын оқып, философиялық түйінін түсіндіру.